Адам баласы өзінің дәрежесін сөз арқылы анықтайды. Өмірдің барлық саласындағы қарым-қатынастар сөз арқылы жүзеге асады. Жүйелеп, әр сөзімізді салмақтап, саралап сөйлеу арқылы өзіміздің ғана емес, өзгенің де жан сарайын ашуға, күш-қуат беруге мол мүмкіндігіміз бар. Сол себепті болар діні мен дәстүрі сабақтасқан қазақ халқының дүниетанымында ақ батаға, ізгі тілектерге ғана емес, әр айтылған сөзге мән беріледі. Сондықтан ешкімнің көңілін қалдырмауды әрбіріміз жадымызда ұстауымыз керек-ақ. Өйткені айтылған сөз ол атылған оқ деген тәмсілді жоққа шығару қиын қадам. Халқымызда ең жоғарғы тәрбие сөзбен тәрбиелеу болып есептеледі. Бүгінде әлеуметтік желіде де, көркем әңгімелерде де отбасы құндылығының көбінесе ене мен келіннің тәрбиесінен бастау алатындығы көбірек айтылып жүр. Бірімен бірі ұғысып, түсінісіп, ақылдасып шешім шығаратын ене мен келін отбасы қамалын берік ұстап қалады. Ғұламалар көркем мінез бен жылы сөз жүректің кілті деп бекер айтпаған. Ендеше мына шағын әңгімедегі сөз орынды қолданыста емес деп айта алар ма едіңіз? Оқып көрсеңіз. Ауыл тұрғыны еркін, аты жаман аурумен 3 жылдай, бір күн ауру, бір күн сау дегендей арпалысып, біраз бейнет көріп өмірден өтті. Өзі көп ешкіммен ашыла сөйлесе қоймайтын, мінезі ауырлау, ондай мұндайға араласа бермейтін тұйық мінезді адам еді. Отбасының бар тауқыметі, отын суы, аралас құраластық, мал күтімі сияқты жұмыстарды бітіретін де 30-дан жаңа ғана асқан келіншегі Ұлжан болатын. Балалары кішкентай, үйелмелі-сүйелмелі 3 сәбиі бар. Оларды емізіп кеткені болмаса, бағып қағу ісімен айналысуға да уақыты болмайтын. Ауылда мекеме деген мекеме жоқ, жұмыс табылмайды. Ұлжан келін сонау Қытаймен шекаралас бір ауылда балалар үйінде тәрбиеленген екен. Армияға барған еркінмен көңілі жарасып, ауылға қайтарда келін боп бірге келген. Төркінінде де, келген жерінде де жанашыр ағайын жоқтың қасы. Өз тірлігімен еңбек етіп, балаларын ешкімнен кем қылмай өсірді. 2 қызды ұзатты, ұлды үйлендірді. Ұлан асыр болмағанмен көрпесіне қарай көсіліп тойларды да атқарды. Обалы не керек? Ұлжанда бөтен қылық болмайтын. Ешкімге алақан жаймады, еш нәрсеге тарылмайтын мінезіне, ағадал көңіліне, болсыншы дейтін ниетіне риза боп жүретін көршілері, той малын, тойхананы жалдау ақысын көтеріп алып, бір қуантып тастады. Той қонақтары жас келінге, келін болса жұрт Ұлжандай-ақ болсын, енеңдей қадірлі, инабатты бол қарағым, деген тілектерін айтып тарасты. Тойдан соң ұлы тракторымен далалық жұмысқа кетті. Шаруашылықтар жұмысы белгілі ғой, үйге қараңғы түсе бірақ келеді, демалыс деген атымен жоқ. Енесімен ақылдасып, келін ауылдың 2-3 әйелімен қосылып сауда жасауға бел буды. Алғашында аудан орталығынан ішімдікпен темекі әкеп сатты. Саудасы жүрді. Бірақ үйдің айналасы жатып шермен маскүнемдерден босамайтын болғасын, жолдасы бұларды сатуға қарсылық танытты. Кейіннен тамақ әкелді, киім сатты. Біреуі ақшасына, біреуі қарызға деп алып, үйден ашылған дүңгіршекке келушілер саны артты. Сауда деп жүргенде үй жайдың шаруасы, тамақ дайындау, кір жуу, мал сау дегендердің бәрі енесіне автоматты түрде жүктеліп кетті. Өзінің көктемде ауруханаға барып ем алатыны да бар еді. Таңертеңгі шайдан соң келініне енесі, менің 1 аптада емделіп алуым керек еді. Соның кезегі келді, ертең кетемін. Соған жиналайын, сен әзірше ешқайда шықпай үйде бола тұрарсың, деді. Жұмысқа жиналып жатырған келіні енесіне біраз сөз айтып тастады. Айтуынша, адамды адам ететін ақша екен.
Мал сауылмаса, шай қайнамаса ештеңе етпес, сауда жүруі керек. Енесі ілгері жүрерінде, кейін жүрерінде білмей тұрып қалды. Ойы, сонда жұмыстан келген балам аштан жата ма? Ол арып ашып келіп тамақ сұраса, бұл сауда жасап жатырмын десе, ренжісіп қалар-ау. Қой, ештеңе демейін, енді бірдеңе десем, бір күндік ұрыстың 1000 күндік зарда болады-ау, бір реті болар. Кешке үшеуі отырып тамақ ішті. Келіннің де ойында ештеңе жоқ сияқты. Бір уақытта, апа, жаңа ренжіп қалмадыңыз ба? Мен асығыс айта салыппын. Сосын өкініп жатырмын. Емделіңіз, менің сөзімді естімеген болыңызшы, деді күмілжіп. Енесі, қарағым, мен сенімен ұрсыспаймын. Жаман болсаң өзің үшін, жақсы болсаң өзің үшін. Айта жағың болса айта жүр. Көресіңді көрмей, көрге де кірмейсің деген сөз бар ғой қазақта. Ештеңесі жоқ, адамнан болған үстіне бола берсе деген адам кедейірек дегенді де естуім бар еді. Қанағат керек, бірақ ақшаның құлы болмаған жөн. Әңгіме ақшада емес, мағыналы өмірде. Халқымызда кімнің бай болғысы келмейді, Құдай қаламайды. Кімнің батыр болғысы келмейді, жүрегі дауаламайды дегенде сөз бар. Уақытша уысыңда тұрған ақшаға масаттанба. Сауданы жасағанда тек пайда табуды көздеме. Халықтың мұқтажын өтеу үшін жаса. Сонда ғана жаның рахат алады. Саудаға шыққалы пәленшенің келінінің ындының ақша тесіпті дегенді естімейтін болайық. Дүниеде ақшаға сатып алуға болмайтын екі нәрсе бар. Біріншісі денсаулық, екіншісі адамгершілік. Төсегімізге жатарда мен денсаулығымды ойлайын, сен адамдығыңа есеп беріп жатарсың. Үйдің берекетін қашырмайық. Берекең кетсе бағың кетеді, бағың кетсе бәрі кетеді дегенде таразыларсың қарағым, деді енесі. Ертеңгісін біреуі ауруханаға, бірі жұмысқа кетіп, бірі үй тірлігімен айналыса бастады. Бұл да сыйластықтың, адамшылықтың көрінісі болса керек. Оқып отырғанымыздай, отбасындағы ең әлсіз тұс ене мен келін қарым-қатынасы. Екеуі де маңызды әрі қымбат тұлға. Ене отағасын дүниеге келіп өсіріп жетілдірген жан. Ал келін еркектің аманаты, сол отбасының санын көбейтетін адам. Сондықтан ене мен келін қарым-қатынасында ешқандай қиындық болмауы керек. Өйткені олар керісіп, ұрсса, түгелдей шаңырақ шайқалып, үйдің берекесі кетеді. Біріміздің қадірімізді біріміз білейік. Жақсының бәрін жаңадан іздемей, халқымыздың ұлттық педагогикасына да назар аударайық. Баланы бастан, келінді жастан. Немесе өз балаң өзекке тепсең де кетпейді, кісі баласы кісендесең де тұрмайды дегендей нақылды шығарған халыққа қалай таңданбассың? Халықтың даналық сөздері інжу маржанымыз. Керекті жерінде назарға лайық. Жылы-жылы сөйлесең, жылан інінен шығады.